Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін өте маңызды тақырыптардың бірін көрсетейін деп отырмын. Екі ладьямен қалай жылдам мат қоямыз, сол туралы анализ жасап, компьютермен бір партия ойнап сіздерге көрсететін боламын. Және бір ладьямен қалай мат қоямыз корольге қарсы. Мысалға, сіз жарыстарда ойнап жатқан кезде сізде 1 минут уақыт қалуы мүмкін, немесе 30 секунд уақыт қалуы мүмкін. Сондай кезде қалай жылдам мат қоямыз, негізгі техникасын білуіміз керек. Сондықтан сабағымызды бастамас бұрын каналымызға бірден лайк басып, пікірлеріңіз болса жазып, қолдауларыңызды сұраймын. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше кеттік. Негізі ладья бізде білесіздер, горизонталь және вертикаль бағытта жүреді. Мысалға, біз корольге мат қою үшін екі ладьямен оп-оңай. Негізі бұл жерде қию тәсілін, кесіп тастау тәсілін қолдану арқылы екі ладьямен кезек-кезектен лестница дейді, баспалдақ тәсілін қолдану арқылы бір ладьяны мына жаққа, бір ладьяны екінші ладьяны мына жаққа, міне осындай тәсілмен мат қоятын боламыз. Мысалға, қараңыздар. Мына корольге енді әртүрлі жағдайлар болады. Мен бірнеше мысалдарын келтірем, жалпы біліп жүріңіздер. Мысалға, мен мына корольге горизонталь бағытта мат қойғым келеді. Сол себептен мына корольді мынау 8-ші жолға ығыстыруым керек. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін бір ладьямен бірінші алдын кесеміз. Король бізге шабуылға барады. Біз шах береміз. Екінші ладьямен король мында барады. Енді біз мына ладьямен алтыға баруымыз керек. Бұл жерде король бізді жібермейді. Сол себептен ладьяны, егер король жақындаған кезде алысқа перевод жасаймыз. Алысқа қарай ауыстырамыз. Енді король бізге әзірше келем дегенше, біз жақындағанша шақты осылай бере береміз де, міне осындай керемет мат қоямыз. Міне дәл осылай, егер сіздер вертикаль бағытта мат қойғыларыңыз келсе, дәл солай бірінші алдын кесеміз. Король енді алысқа кеткен сайын өзіне қиындай береді. Сондықтан біз енді максималды қорғаныс түрін қараймыз. Қараларға сондықтан шах береді. Міне осылай шабуыл жасаған кезде алысқа кетіп қаласыздар. Бізге келеді, мүмкіндік бермей тұр екінші ладьяға вертикаль бағытта. Біздің негізгі мақсатымыз осы вертикаль бағытпен мынау H әріпіне апару корольді, вертикаль бағытына. Сондықтан екінші ладьяны алып барамыз сол бағытта. Бізге жақындағанша шақты бере береміз. Міне осындай жағдай келіп қалды. Енді мен мат қояйын десем, король бізге бермей тұр. Онда не істейміз? Мына ладьяны астыға қарай түсіреміз. Бізге шабуыл жасайды. Енді абайлаңыздар, көп жағдайда осындай ойыншыларымыз жаңадан бастап жүрген осылай шах беріп, ладьяны айырылып қалып жатады. Негізі бір ладьямен де көрсетем қазір, қалай өту керек. Жалпы бұл жерде енді бермеу керек. Просто екінші ладьяны тек қана бір жолға қоймаңыздар. Мына бір жолға бүйтіп қоймаңыздар. Бір-біріне кедергі болады. Әрқашан қасында тұру керек осылай. Неғұрлым алыс болса, соғұрлым алысырақ. Король жүреді, міне осылай мат қоямыз. Көрдіңіздер, енді бір кейде осындай ситуациялар, ладьяларымыз әр жерде жүреді, осындай ситуациялар кездеседі. Осындай бір жағдайлар болып тұрады. Мысалға, қалай мына жерде жылдам мат қоямыз деген сұрақ туындайды. Бұл жерде бұлай горизонталь бағытта кесіп отырудың қажеті жоқ. Бұл жерде көріп отырсыздар, король бізде мына шетте тұрғаннан кейін бірден алдын кесіп алуға тырысаңыздар. Кесіп алдық, король қашты. Батарея. Қазір ол тәсілді көрсетемін. Ладья қашады, бір жерге жүреді, осылай мат алады. Егер король мына жаққа келсе, ладьяны просто перевод жасаймыз, ауыстырамыз, осылай мат қоямыз. Неғұрлым корольдің тұрған жеріне байланысты өздеріңізге ыңғайлап матты қоюға тырысыңыздар. Енді қараңыздар, мен сіздерге қарапайым жолын көрсеттім. Енді бұдан да тез қоятын тәсілі бар негізі. Ол үшін бүйтеміз, қараңыздар. Мысалға бір осындай жағдай болып тұр. Мысалға, корольмен шах берем. Король бізге шабуыл жасайды. Біз бұрын алдындағы методте тәсілде қалай жасайтын едік? Ладьяны былай перевод жасайтын едік. Бұл жерде қашудың қажеті жоқ. Қалай сізге шабуыл жасайды? Батарея тәсілін қолданамыз. Батарея жасаймын. Корольге жүріс берем. Король артқа кетсе, бірден кесіп алам. Король артқа кетсе, бірден кесіп ала берем. Ал король мына жаққа кетсе, шах берем. Қалай король шабуыл жасайды? Бірден батарея. Көрдіңіздер? Король қашты, батарея қашты, мат. Міне. Қиындығы да жоқ. Король жақындаған кезде екі ладья бір-бірін қорғайды. Батарея деген екеуі бір жолда тұру тәсілі. Мысалға қараңыздар. Король мына жерде тұр. Мен шах бердім, король шабуыл жасады, батарея. Енді вертикаль бағытта қоямын. Король жүреді, шах берем, король шабуыл жасайды, батарея. Король қашады, бірден мат. Көрдіңіздер. Давайте мен бір қазір компьютермен сіздерге түсінікті болу үшін осындай бір жағдайда батарея тәсілін қолдану арқылы мат қоямын. Продолжить с этой позиции, сыграть с компьютером. Давайте ең соңғы уровеньге қояйық, кеттік. Мен қараңыздар, кестім. Король маған шабуыл жасаған кезде бірден батарея. Көрдіңіздер. Король шабуыл қашты, бірден алдын кесіп алдым. Бірден батарея. Король қашты, кестім. Батарея. Шах берем.
бәрібір қай ладиямен болса да. Король шабуыл жасайды, батарея. Король қашады, мат. Міне көрдіңіздер, жаңа менің бірінші жасымыне мат болды. Көрдіңіздер, сіздер вертикаль бағытта да жасай аласыздар, және горизонталь бағытта да жасай аласыздар. Қорқатын түгі де жоқ, бірнеше үйде тренировка жасаңыздар, жаттығу, сонымен осындай оңай жеңіске жетесіздер. Түсінікті деп ойлаймын, екі сізде жол бар, горизонталь немесе вертикаль бағытта. Тек қана алысқа қашып кету, ладьялармен алысқа қашып кетіп мат қойсаңыздар болады, немесе жаңа мен көрсеткен батарея тәсілін қолдансаңыздар болады. Міне, ладья шабуыл жасаған кезде қашып кетсеңіздер болады алысқа, сосын кезек-кезектен қия бересіздер. Немесе жаңа мен көрсеткен ең оңайы батарея. Шах, король шабуыл, батарея. Король қашты, кесті, король қашты, кесті. Қашса кесе беріңіздер. Шабуыл жасады, бірден батарея. Қашты, мат. Түсінікті деп ойлаймын. Енді бір ладьямен қалай қоямыз? Бір ладьямен бұл жерде оппозиция тәсілін қолданамыз. Оппозиция деген сөз король мен корольдің бір-бірімен күресі. Бұл жерде ең бастысы бірінші негізгі біздің мақсатымыз ладьямен барынша бірінші кесіп аласыздар әрқашан. Біз корольді мынау шетке. Негізгі структура мынандай, қараңыздар. Біз корольді осындай тақтаның шетіне алып барып, міне осындай матты қоюымыз керек. Көрдіңіздер, негізгі формуласы осы. Негізгі формула немесе былайынан мат қоямыз. Енді өзіңізге негізі вертикальда қоясыздар, немесе осылай горизонтальда қоясыздар. Енді қараңыздар, мысалға бір мынандай любой жерден бір жағдай болды. Осындай жағдай кездесті. Ол үшін бірінші мен мысалға корольді 8-ші жолға апарғым келіп тұр. Мен вертикаль емес, горизонталь бағытта жұмыс жасағым келіп тұр. Өте ыңғайлы адамдарға шахматты жаңадан бастап жүрсеңіз, всегда осы горизонталь бағытпен жұмыс жасап үйреніңіздер. Бірінші кестім. Енді қараңыздар, бұл жерде негізгі білу алтын ережелері бар. Король сізге қарай барса, бұл ладьяға тиісудің қажеті жоқ. Бұл жерде король бізге барғанша артынан қуа береміз, ладьямен қашамыз. Бұлай жүреді. Біздің мақсатымыз оппозиция жасап үйрену. Мысалы, корольмен жүрген кезде олардың королі бұлай келгені бізге ыңғайлы. Тек осындай жағдайда қана шақ беріп, бір жолды осылай қысқарта береміз. Егер король қашса, біз қуамыз. Король қашса, біз қуамыз. Тақта бітеді, клетка бітеді, бізге келеді, бірден шақ береміз. Егер артқа сразу қашса, біз алдын кесіп аламыз. Мысалға қараңыздар, король бұлай жүрді. Мен енді бұл жерде сұрақ қоямын. Корольмен мен жүремін бұлай. Енді менде екі вариант бар. Негізгі маңызды формула осы. Егер король мында барса, всегда әрқашан ладья сол сіздің король жағыңызда болу керек. Оппозицияны күту үшін корольдің келгенін бізге негізі бұл жерде бізге ход керек осылай тұрған кезде. Сондықтан бізге былай жүруге болмайды, қайтадан былай әрқашан ұстай алмаймыз. Сондықтан ладьяны қойып біз күтеміз корольдің былай келген. Король барады, біз алдынан күтіп аламыз. Көрдіңіздер, егер осындай жағдайда қараңыздар, король былай жүрсе, біз жай ғана күтеміз. Егер король мына жаққа жүрсе, онда корольге қарай ладьяны ауыстырамыз, тағы да күтеміз корольдің былай келген. Король қашады, біз қуа береміз, қашады, қуа береміз. Негізгі ережесі түсінікті деп ойлаймын, осылай тақта таусылады, тағы да бір жол кесіп аламыз. Король былай жүреді, мен былай жүремін. Егер былай жүрсе, ладья әрқашан перевод болады, күтеміз қарама қарсы. Егер король былай жүрсе, онда жай ғана промежуточный, жай ғана ход жүріс жасай саламын. Неге? Себебі мен корольдің келгенін мен күтемін. Оппозиция жүреді, келді шах. Король жүреді, барам. Бұлай барса, білесіздер, ладья перевод, бұлай барса, осы жақта тұра береді ладья. Тұра береді дегенде бір жай ғана жүріп күтіп аламыз. Көрдіңіздер, бұлай жүрсе, бұлай перевод. Король келе алмайды, мат алады, біз қуа береміз, қуа береміз, қуа береміз. Осылай қуа береміз, и осылай мат болады. Сәл қиындау, негізгі менің түсіндірген ережені жаттап алсаңыздар, бұл оп-оңай. Давайте мен бір кез келген бір жерге қойып, осындай бір позицияны қойып, продолжить с компьютером, ең соңғы уровеньға стоп фишкін қоям, ойнап тренировка жаттығайды. Ладьямен кестім, қараңыздар. Мүмкіндік берді, қараңыздар. Маған мүмкіндік берді, кесуге мен кесе берем. Маған жақсы. Енді корольін жақындатам максималды. Енді корольді мына жерге жүрмейміз. Бізге корольді қарама қарсы тұрған күту үшін мен алдынан күтіп алам. Қараңыздар. Неқа кесе бірден шақ болады. Енді мен қуа берем, клетка таусылады, қайқа барады. Келді, шақ берді. Енді қараймыз корольдің жері қаяқа жүреді екен. Міне қарсы барам. Енді мында барса ладья перевод, мында барса осы жақта қала береді ладья. Міне қала береді. Мен өйткені корольдің келгенін күтем, сондықтан ладьямен жай ғана жүре салам. Көрдіңіздер, енді қуа берем. Бұл жерде де клетка таусылады, бәрібір келеді. Сондықтан компьютер бұл жерде түсініп, көрдіңіздер, осылай жүріп жатыр. Бірақ адамдармен ойнаған кезде сіздерге соңына дейін барып уақыттарыңызды максималды созады. Міне жүрдім. Негізгі формула, мында жүрсе ладья перевод, мында жүрсе қала береді. Мен қала береді ладья, қарама қарсын күтем. Қашты, қуа берем, қашты, қуа берем.
и мат алады екен. Қашты қуа берем, ұзаққа қаша алмайды, клетка таусылады. Міне дәл осы формуланы соңына дейін апарғанша осыны қайталайсыздар. Бірінші король екінші линияда, үшінші линияда тұрса, осы жерден бастап осыған дейін еңбек етесіздер. Шах и мат. Все. Бұны горизонталь бағытта да қоюға болады, негізі вертикаль бағытта да жасауға болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарайсыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ең басты лайк басып каналға жаздыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазақ шахмат каналын қолдап, пікірлеріңізді жазып, бізбен бірге болып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болайық.